Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің өндірістік оқыту шебері Бақыт Жұмабайқызы. Сабақтың тақырыбы тұздық түрлерін дайындау технологиясы. Сабақтың мақсаты студенттерді тұздықтардың дайындалу технологиясымен таныстыру. Тұздықтар дегеніміз жартылай сұйықтық консистенциясы бар тағамдарды дайындау процесінде немесе дайын тамақты беру кезінде оның дәмі, хош иісін жақсарту үшін пайдаланылатын тағамның қосымша құрам бөлігі. Тұздықтар түрлері ұсыну температурасына қарай ыстық және салқын болып бөлінеді. Сұйықтық негізіне қарай сорпа тұздығы, ет тұздығы, балық тұздығы, саңырауқұлақтан дайындалған тұздық, сүт тұздығы, қаймақ тұздығы, сары май тұздығы және тағы басқа болып бөлінеді. Түсіне қарай қызыл және ақ. Дайындау технологиясы бойынша негізгі және туынды. Барлық тұздықтарды екі топқа бөлуге болады. Қоюландырғышы бар және қоюландырғышы жоқ. Негізгі қызыл тұздық. Қызыл тұздықты қоңыр сорпаға ұн, шала қуырмасын, томат және шала қуырылған көкөністер қосып дайындайды. Дайындалып алынған компоненттерді өзара қосып пісіреді. Тұздыққа дәмдік және хош иісті өнімдерді қосып қатықтайды. Негізгі ақ тұздық. Ақ тұздық үшін сорпа дайындайды. Тамыр және пиязды таяқшаға турап, түбі қалың ыдысқа маргаринде ұнды шала сірне түске дейін қуырады. Ағаш күрекшемен араластыра отырып, ет ыстық сорпасында сұйылтады. Саңырауқұлақ тұздығы. Пісірілген саңырауқұлақтарды және басты пиязды таяқшаға турап, шала қуырады да саңырауқұлақпен қосып 5 минут қуырады. Ақ майлы шала қуырма дайындап, оны ыстық саңырауқұлақ піспе суында сұйылтады. Араластыра отырып 10-15 минут пісіреді. Қуырылған пияз бен саңырауқұлақты қосып, тағы да 10 минут пісіреді. Дайын болған тұздықты арнайы ыдыстарда тартады. Сүт тұздығы. Сүт тұздықтары ыстық тұздықтар тобына жатады. Оларды ашық сірне түсіне дейін шала қуырылған ұн қосып сары майда дайындайды. Сүтті қайнатып, ақ майлы шала ұн қуырмасын дайындайды. Екеуін араластыра отырып сұйылтады. Сүт және қант қосылған түрінде 7-10 минут пісіреді. Қаймақ тұздығы. Құрғақ ақ немесе майлы шала ұн қуырмасында дайындаймыз. Оны ыстық сорпамен сұйылтады. Қаймақты қайнатады. Алынған ақ тұздықпен қосады. Араластырып отырып 3-5 минут пісіреді. Желкөк қаймағын дайындау үшін ұсақ туралған желкөк тамырын сары май қосып шала қуырады. Араластыра отырып сірке суын, лавр жапырағын қосады. Желкөкті хош иістендіру үшін 5 минут артық уақыт ұстаймыз. Қаймақ тұздығын дайындайды. Оған дайындалған желкөкті қосады да қайнатады. Қыша тұздығы. Асқана қышасын
қыша тұздығы. Асхана қышасын тұзға, қантқа бұрыш қосып, сірке суын жайлап біртіндеп құйып сұйылтады. Өсімдік майын қосып, жақсылап араластырады. Онымен винегретті, шабақты, салқын гарнирді тұздықтайды. Тұздыққа қойылатын талаптар. Тұздықтардың сапасын, консистенциясын, түсі, дәмі, хош иісі бойынша анықтайды. Ерімеген ұн түйірлері, өгілмеген көкөніс түйіршіктері болмау керек. Ұнмен бірге ыстық тұздықтар консистенциясы сұйық қаймақ сияқты біркелкі болуы керек, яғни біртекті болу керек. Үйге тапсырма. Қызыл тұздықты дайындау технологиясын құрастыру. Сүт тұздығын дайындау және ұсыну. Сілтемені баса отырып, арнайы бейнероликтің көмегімен қашықтықта отырып, өз беттеріңізше тұздықтарды дайындаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.